Бұл атақты Қаракөл, бақасы қойдай шулаған, балығы тайдай тулаған көліңіз осы. Бұл көлдің тағы бір қасиеті көкті бағындырған құстардың. Маңғыстау үстімен ұшып өткенде қанат суытар құт мекені. Қазір бұл көлде қанаты қатая қоймаған жас құстармен әлі жұптасып үлгермегендер ғана жүзіп жүр. Әзірше құстардың жаңа легі ұшып келе қойған жоқ. Олар күз маусымының соңына таман ұшып келеді. Жас құстар 1000-ға жуық құстар олар жазда да қалып қояды. Яғни олар әлі жұбын құрмаған, оларға ұялаудың қажеті жоқ, құстар қалып қояды. Жаз бойы олар осында мекендейді, және қазіргі қоқиқаздар олар сол қоқиқаздар. Ертең күн суытқаннан кейін, осы қараша айында немесе осы қазан айының аяғында күн суыта бастағанда қоқиқаздардың үлкен тобы, бізге мыңдаған тобы келеді. Сол кезде Қаракөл көлінде 3000-5000 қоқиқаз көруге болады бір уақытта. Қазір Қаракөлде құстардың 107 түрі мекендейді. Оның 22-сі қызыл кітапқа енген. Көлге жауапты қызметкерлер мен Қаракөл сақшылары атты еріктілер экопатруль жасағы оның айналасын тазалап, құстардың жаңа легі ұшып келуін күтіп жүр. Аяулым Серікқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.